Бүгінгі сабағымыз DID платформасы. Бейне анимация және сөйлеуді генерациялау технологияларын білім беру жүйесінде қолдану. DID платформасының тәжірибесі. DID платформасы жасанды интеллект көмегімен бет әлпетті анимациялау және сөйлеуді генерациялау технологияларына негізделген құрал. Ол білім беру саласына өте пайдалы, себебі оқытуда визуалды әрі интерактивті етуге көмектеседі. DID платформасының білім беру саласындағы бірнеше тиімді қолдану жолдары бар. Біріншісі виртуалды мұғалім немесе ассистент жасау. Бұл мұғалім бейнесін немесе басқа кейіпкерді сөйлетіп, оқушыларға тақырыпты түсіндіретін видео жасауға мүмкіндік береді және қашықтан оқытуда тиімді етеді. Оқушы өз бетімен оқығанда да бейне мұғалімнің көмегімен материалды жақсы қабылдайды. Екіншісі оқулықтар мен контенттерді жандандыру. Оқулықтар мен контенттерді жандандыру арқылы кәдімгі мәтінді немесе PowerPoint слайдтардың интерактивті бейнеге айналдыра алады. Мысалы, тарихи кейіпкерлер сөйлейтін форматта немесе ғылыми адамдарды өз жаңалығын таныстырып тұрғандай көрсетуге болады. Үшінші, тілді үйренуге сөйлеу дағдыларын жетілдіру. DID арқылы жасалған кейіпкер оқушы сұрақ қойып, жауаптарын тыңдай алады. Мұғалім дауысын әртүрлі тілге аударып, сөйлеу стилін өзгертуге болады. Төртінші, систем сабақтарын қызықты етеді. Анимацияланған аватарлар арқылы тәжірибе жасау процесін түсіндіреді. Мысалы, химиядағы реакциялар, физикалық құбылыстарды сипаттайтын көріністер жасау. Бесінші, ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасау кезінде жеңіл және түсінікті визуалды контент арқылы білім беруге болады. Қазіргі қызмет түрлері, жалпы бүгінде DID негізінде келесі бірнеше қызметтер ұсынады. Біріншісі speaking portraits, сөйлейтін аватарлар, суретті немесе бейнені сөйлете алады. Екіншісі flip portrait, фотосуретті тірілтіп, қысқа анимация жасай алады. Үшіншісі API арқылы интеграция білім беру платформаларына, веб-сервистерге және чат-боттарға негізделеді. Чат-боттарға енгізіледі, одан кейін сол арқылы чат-бот арқылы сөйлесе беруге болады. DID платформасын қолдану жолдары. Бірінші қадам тіркелу және кіру. Тіркелу үшін сайтқа кіріңіз және try it free немесе sign up батырмасын басып, Google аккаунтыңызбен немесе email арқылы тіркеліңіз. Содан кейін негізгі панельге кірген соң Creative Reality Studio интерфейсі ашылады. Байқағаныңызда мына жерде Start Free Trial деп тұр. Сол шеттеген басасыздар. Жоғарыдан одан кейін соған кіргеннен кейін Sign up деп өздеріңіздің аккаунттарыңызға кірсеңіздер болады. Екінші қадам аватар таңдау. DID ұсынған дайын кейіпкерлерді таңдауға немесе өзіңіздің суретіңізді жүктей аласыз және фотоны жүктеген соң бет әлпет автомат түрде анимацияға ұшырайды. Келесі қадам бізге мәтін енгізу. Оқыту материалыңызды мәтін ретінде енгізсеңіз болады. Суретте қарасаңыздар, бұл жерде мәтін енгізілген 10 сөзден артық енгізбесеңіздер жақсы болады. Әр аватарды қосқан кезде 10 сөзден ғана енгізіңіздер. Келесі қадам, төртінші қадам бізде тілді және дауыс түрін таңдау. Яғни дауыс түрін таңдап, қазақ, орыс, ағылшын және басқа тілдерде қолжетімді білесіздер. Сол тілдердің біреуін таңдап аласыздар. Дауыс стильдеріне өзгерте аласыз. Мысалы, әйел және еркек екі түрлі акценттер бар. Соларды өздеріңіз қоя аласыздар. Бесінші қадам, тілді таңдағанда ескеріңіздер. Бұл жерде қазақ тілінде екі ғана дауыс бар: Дәулет және Айгүл. Әйел дауыс Айгүл, еркек дауыс Дәулет. Бесінші қадам, бейне генерациялау. Мәтін немесе дауысты енгізіп болған соң generate түймесін басасыз. Бірнеше секундтан кейін сөйлейтін бейне дайын болады. Келесі қадам, алтыншы қадам, бейнені жүктеу және сілтеме арқылы бөлісу. Яғни бейнеңіз дайын болған соң оны жүктеп алуға немесе линк арқылы бөлісуге болады. Бұл бейнені презентацияға, LMS платформаларына, Moodle, Classroom әртүрлі платформаларға енгізуге болады. Кеңестер. Жалпы мәтінді қарапайым нақты етіп жазыңыз. Ұзақ видеоның орнына
қысқа бөлімдерге бөліп жасаңыз. Қазақ тілінде дыбыстау сапасы үшін кейде Google TTS платформаны қолданыңыз. Дыбыс жасап болғаннан кейін DID-ге аудионы жүктеу арқылы қосуға болады. Бүгінде білім беру жүйесі цифрлық технологиялардың жедел дамуымен қатар елеулі трансформацияны бастан өткеруде. Оны осы тұрғыда жасанды интеллектке негізделген DID платформасы оқу процесін жандандыру, визуалды және интерактивті оқыту ортасын қалыптастыру үшін тиімді құрал ретінде ерекшеленеді. Жалпы DID технологиясын білім беру процесіне кіріктіру оқыту тиімділігін арттырады, цифрлық сауаттылықты дамытады және инновациялық педагогикалық тәсілдерді кеңінен қолдануға жол ашады. Орта келген DID сынды заманауи платформалар болашақтағы білім беру экожүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болуға толық қабілетті. Келесі сабақта кездескенше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыз бейне дәрістер дайындауға арналған жасанды интеллект DID платформасы жайында болды.